Кітап шаһары 2024 тақырыбындағы колледж кітапханашыларына арналған республикалық семинар Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау қазақ жоғары педагогикалық колледжінде жалғасын тапты. Еліміздің әр түкпірінен келген кітапханашылар сапалы кітап қорын толтыру, кітапхананың рөлі мен орны, кітапханашылардың мәртебесін арттыру сынды бірнеше тақырыпты талқылады. Аталған семинар 2022-2025 жылдарға арналған жас талап жобасын іске асыру жоспарына сәйкес ұйымдастырылуда. Онда колледж кітапханаларының қазіргі жағдайын саралау, парасатты оқырман жобасы бойынша тәжірибені насихаттау, тағы басқа тақырыптар қамтылды. Семинардың негізгі мақсаты студенттердің арасында оқу сауаттылығы мен оқу мәдениетін дамыту. Президентіміз Түркістанда өткен 23 жылғы ұлттық құрылтайда берген тапсырмасына сәйкес 1770-тен тұратын көркем әдебиеттер тізімі қалыптасты, балалар кітапханасы бағдарламасы іске асты. Семинар барысында сөз алғандар оқуға құштар колледж жобасының іске асу барысы, кітапхана саласындағы мамандар жетіспеушілігі, еңбекақының төмендігі, кітапхана мәртебесін педагогтармен теңестіру сынды бірқатар мәселелерді көтерді. Бүгінгі осы шараға біз өзіміздің іс тәжірибемізбен бөлісуге келіп отырмыз. Оқуға құштар колледж жобасы аясында көптеген жұмыстар атқарып жатырмыз. Білім үрдісінде оқушылар, білім алушыларға осы кітапхананың алар орны зор деп ойлаймыз. Қазіргі кезде қандай технология заманы болғанмен дәстүрлі кітапхананың да ағартушылық рөлі маңызын жойған жоқ. Іс-шара барысында Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау қазақ жоғары педагогикалық колледжі ұстаздарының жинақтап шығарған 7 кітабының таныстырылымы өтті. Мақпалай Бабина, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат.